Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге осындай өте ерекше әрі дәмді кешкі асқа осындай ыстық тамақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар, сіздермен Ариана. Ең алдымен біз ыдысымызға картошкамызды осылайынан ұсақтап етіп турап аламыз. Енді осының үстіне суық суымызды құйып, және де дәміне қарай тұз салып, жақсылап пісіретін боламыз. Біздің картошкаларымыз дайын болды. Астын өшіріп, отымыздан алып, суын төгетін боламыз. Толықтай суынан төгіп алдық. Міндетті түрде картошкамыз ыстық болуы қажет, суытпаймыз. Үстіне сары майымызды және де жүгер крахмалын салып, жақсылап езетін боламыз. Бізде картошка езілуі қажет, яғни пюре шығуы қажет. Үстіне 2 жұмыртқамызды жарып, тағы да езіп аламыз. Егерде тұздарыңыз аздау болатын жағдайда болса, онда дәміне қарай тұз және де бұрыш салсаңыздар болады. Біздің пюреміз дайын, енді осыны толықтай суытамыз. Суығанға дейін біз салмасын дайындаймыз. Табамызға сұйық майымызды құйып, қыздырып, үстіне пиязымызды саламыз. Пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап пиязымызды 1 минуттай шамамен қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін үстіне тартылған етімізді салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Еттің орнына тауықтың етін саныраулықты да қолдансаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Етімізді жақсылап қуырып алдық. Енді осының үстіне сарымсағымызды және де үккіштен өткізілген сәбізімізді салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштерді де қолдансаңыздар болады. Бұл жерде менде тұз және де етке арналған дәмдеуішті қолдандым. Соңына қарай тәтті бұрышымызды, яғни болгар тәтті бұрышын салып жақсылап қуырамыз. Шамамен 5-10 минуттай қуыруымыз қажет. Салмамыз дайын, начинкамыз дайын болды. Енді осыны оттан аламыз. Келесі кезекте бізге осында кондитерлік қап қажет болады, және де насатканы қолдансаңыздар да, қолданбасаңыздар да болады. Бұл міндетті емес. Енді кондитерлік қапқа арнайы пюремізді салатын боламыз. Кондитерлік мешогымызға салып алдық. Астына пергамент қағазын немесе май жақсаңыздар болады. Видеодағыдай көрсетілгенде жасаймыз. Ортасы ашық болуы қажет. Сонда біз қазір ортасы ашық тұрған жерге салмасын салатын боламыз. Біз бұл жерде, яғни құстың ұясын жасаймыз. Гнездо жасауымыз қажет, ортасы ашық болуы керек. Соңғы кезектерге келіп қалдық. Енді ортасына, яғни ортасы ашық тұрған жеріне салмасын саламыз. Шамамен 1,5 қасықтай салма салынады. Барлығын кезек-кезеңмен осылайынан жасап шығамыз. Үккіштен өткізілген ірімшігімізді бетіне саламыз. Одан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Ал достар, мінекей дайын болды. Міндетті түрде отбасыларыңызға бүгін жасап беріңіздер. Сөзсіз отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Бұл тағамның аты гнездо деп аталынады, яғни құстың ұясы. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Сіздермен болған Ариана, және де менің каналыма тіркелуді, лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.